Балалар 3-5 жаттығудың шығарылу жолын біріншісін ғана көрсетемін, қалғанын өздеріңіз шығарасыздар. Бізде беріліп тұр қатаңдығы. Жазып қоямыз. Көбейтілген 4 дәрежесіндегі ньютон бөлінген метр. Осындай қатаңдығы бар пружинаның, яғни F серпімділік 10 килоньютон күшпен созған тартқан кезде оның пружина қаншаға дейін созылатынын табу керек дейді. Яғни дельта X-ті табу керекпіз. Ең бірінші Гук заңы жазып қоямыз. К дельта X. Бізде мына жерде дельта X-ті табу керек. Тең болады F серпе бөлінген К дейді. Ары қарай кеттік. Серппені табу үшін міне біздің күшіміз бар. 10 килоньютонды мен кило деген 3-0 екенін білеміз. 3-0. Сонда мына жерге 3-0-ді қойсам 10.000 болады. 10.000 деп отырған 4 дәрежесіндегі ньютон екен. Мына жерге мен сонда қысқартып 10 көбейтілген 4 дәрежесі деп жаза аламын. Сосын 7,2 көбейтілген 4 дәрежесіндегі ньютон бөлінген метр деймін. Ал кеттік қысқаратын заттарды қысқартамыз. 4 дәреже мен 4 дәреже кетеді. Ньютон мен ньютон кетеді. Сонда мына 1 бөлінген 7,2 болып есептеледі. 0,10 138 ньютондар қысқарды, метр үстіне шығып кетеді. Осындай болып созылады екен. Міне жауабы 0,138 метр. Ал осыған қарап отырып, осы формуланы пайдалана отырып, қалғандарын шығарамыз. Сау болыңыздар.